Қайырлы күн достар, бүгін осындай жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатын плюшканы рецептісімен бөліспекшімін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен сүтімізді тапаға қыздырып аламыз. Оған майымызды, жарты кішкентай қасық тұзымызды, 3 ас қасық қантымызды қосып, майымыз ергенше жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араласқаннан кейін оған біз 70 грамм сұйық майымызды қосып араластырып, және де 200 грамм, яғни 1 стакан суымызды қосып, барлығын жақсылап осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерге келетін болсақ, ұнымызға 2 кішкентай қасық ашытқымызды қосып, осылай араластырып аламыз, және 1 дана жұмыртқамызды қосып, жаңағы еріткен сұйық ингредиенттерімізбен бірге біріктіретін боламыз. Ең алдымен қасықтың көмегімен, одан кейін осылай қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, бұл қолға жабыспайтын болып шығады. Бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге жібереміз. Қамырымыз ашығанша начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін маған мейіз керек, және де ерітілген сары май, 1 дана сары жұмыртқасына осылай 1 ас қасық сүт қосып араластырып шығамыз, және де қант. Мінекей 1 сағат көлемінде қамырым осылай ашыды. Қатты ашытпаңыздар, себебі ашыған дәм шығып, плюшкаларыңыздың дәмі бұзылып кетеді. Қолымызды майлап алып, қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз, кішкентай бөліктерге, яғни мен қазір әзірге 8 бөлік істейін. 4-еуін мейізбен, 4-еуін мейізсіз, яғни қант қосылған плюшканың түрін жасайтын боламын. Мінекей мейізімізді алдын ала осылай қамырымызға біріктіріп аламыз. Қамырмен бірге жайған кезде ешқандай қиындық туындамай жақсы жайылатын болады. Барлығын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп біріктіріңіздер. Яғни мен тек 4 данасын мейізбен жасадым. Мейіз ұнатпайтын адамдар да болады. Мейіз ұнатпайтын адамдар, қазір көрсетем, плюшканың тағы бір түрін дайындасаңыздар болады. Мінекей оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Қатты жұқа қылдырмаңыздар, жұқа қылдырсаңыздар плюшкаларыңыз піскен кезде кішкене қаттылау болып қалады. Қатты жұқа қылдырмай, орташа қалыңдықта істейтін боламыз. Мінекей осылай қолымызбен жағып, енді ерітілген сары майымызды осылай жағып шығамыз. Жақсылап барлық жеріне, одан кейін 1 қасық қантымызды барлық жеріне осылай сеуіп шығамыз. Ендігі орайтын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, тығыз жақсылап орайсыздар. Және де жаңағы шов дейді ғой, шовтарын осылай қолымызбен жөндеп жібереміз. Ендігі осылай мұқият қараңыздар. Осылай жасаймыз видеодағыдай. Және де пышақтың көмегімен кесетін боламыз. До конца кесіп жүрмеңіздер. До конца кессеңіздер, плюшкаларыңыз шықпай қалады. Кішкене ғана қалдырсаңыздар болды. Мінекей плюшка осындай болып шығады. Осылай қыссаңыздар, сонда жүректің формасы пайда болады. Мінекей тағы бір рет көрсетейін. Осылай оқтаудың көмегімен жайып, қолымызбен жайғастырып, ерітілген сары майымызды жақсылап жағып, 1 қасық қантымызды қосып, одан кейін орайтын боламыз. Тығыз жақсылап осылай ораймыз. Шовтарын біріктіреміз, және де біріне бірін айқастырып, пышақтың көмегімен кесетін боламыз. Осылай ашылады. Ашылған кезде әдемі жүректің формасы шығады. Мінекей мейіз қосылған жасадық. Осылай кескенін тағы бір рет көрсете кетейін. Мінекей осындай әдемі формада пайда болады. Ал енді мейізсіз түрін көрсетейін. Мейіз қосылмаған, яғни дайын болған қамырды міне осылай жайып аламыз. Жаңа айтып кеткенде қатты жұқа қылдырып жібермеңіздер. Майлап жаңағындай ораймыз, қант қосамыз және ораймыз, шовтарын біріктіреміз, айқастырамыз, және де кесетін боламыз. Мінекей осындай әдемі болып шықты.
барлығын осылай противенімізге төсеп 180 градусқа 20-25 минутқа жіберетін боламыз. Бетіне жақпамызды жағып жібереміз. Мінекей 25 минутта 20 минутта осындай болып шықты. Өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Рецепт ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.